Ассалаумағалейкум, ардақты қазақ елі. Біздің бүгінгі видеоның басты кейіпкері Совет одағының соңғы президенті Михаил Сергеевич Горбачев. Горбачев алып империяны 6 жылдай басқарды. Осы 6 жыл ішінде Горбачев көптеген игі істермен ел есінде қалды. Ол Брежневтің тұсында тұралап қалған Совет одағының экономикасын тірілтемін деп жүріп, көптеген қателіктерге жол берді. Бірақ оның қазақ халқы үшін жасаған жақсылықтары да аз емес. Біз бүгінгі видеода осыған кеңінен тоқталамыз. Михаил Сергеевич Горбачев билікке келген кезде қазақ халқына жасаған 5 жақсылығы және 1 жауыздығы бар. Сексенінші жылдар Совет одағында ішкілік қатты белең алып тұрған кез еді. Әсіресе бұрын тек қымыз ішетін қазақтар енді үйге қонақ келсе дастарханға арақ қойып күтетін дәрежеге жетті. Әрбір мереке, әрбір жиында адамдар жолдастар, сол үшін алып қояйық деп тілек айтатын болды. Сол кездегі Совет одағының танымал фильмдерін қарасаңыз, барлығында арақ шарап ішіп отырған кейіпкерлерді көруге болады. Яғни ішкілік одақтың деңгейде қатты насихатталды. Өйткені арақ ішкен адам билікке қарсы шықпайды. Әсіресе бұл әдіс қазақтарға қарсы ұтымды қолданылды. Сол кезде алыс ауылдағы шопан қазақтан бастап қаладағы қазаққа дейін ішімдікке үйір болды. Бірақ кейін Михаил Сергеевич басшылыққа келген соң ішкіліктің зиянын түсінді. Сосын одақ басшысының жарлығымен 85 жылы маскүнемдікке қарсы науқан басталды. Нәтижесінде бүкіл Совет одағы бойынша арақ шарап сататын сауда орындарының 3-тен 2-сі жабылды. Арақтың бағасы 3 есе қымбаттады. Алкоголь өнімдері кешкі 7-ге дейін ғана сатылды. Қоғамдық орындарда арақ ішкендерге 100 сом айыппұл салынды. Бұл сол кездегі орташа айлық еді. Поезда арақ ішкен жолаушыларға айыппұл салып, оны бірінші станциядағы темір жол милиция бөліміне тапсырды. Жұмыс орнына ішіп келгендер жұмыстан шығарылды. Егер ол коммунист болса, партия қатарынан шығарды. Араққа қарсы көптеген плакаттар жарияланды. Бірақ бұл науқанның зиянды жағы да болды. Михаил Сергеевичтің жарлығына байланысты жүзім шаруашылығы орны толмас шығынға ұшырады. Жоғары сортты және өте сирек кездесетін жүзім сорттары орналасқан алқаптар бульдозердің шынжыр табанымен тапталып жойылып кетті. Өмір бойы ата кәсібі ретінде жүзім өсіріп күн көріп отырған шаруашылық директоры өзіне өзі қол салып өліп кетті. Бұл ауыл шаруашылығына зиянын тигізді. 85-90 жылдары одақтың бюджетіне 40 миллиард сом ақша кем түсті. Себебі бұл ақшаның бәрі бұрын арақ сатудан түсетін еді. Осының кесірінен адамдар самогон, яғни қолдан арақ жасап ішті. Соның салдарынан қаншама адам ажал құшты. Жұрт арақты жасырып түрде сатып алып, тойларда арақты шәугімге құйып, білдірмей ішіп жүрді. Арақ азайған соң қылмыс та азайды. Себебі қылмыстардың көбісін алқаштар жасайтын. Михаил Сергеевич билікке келгенде бұрын жазықсыз сотталып кеткендерді ақтау туралы жарлыққа қол қойды. Әсіресе Сталиннің кезінде қорлық көрген ұлы тұлғалардың аттары жаладан тазарды. Сол кезде қазақтар алғаш рет алаш ардақтылары туралы естіді. Қазір біз білетін Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Әлихан Бөкейханов секілді көптеген алаш арыстарының фотолары алғаш рет баспасөз бетінде жарияланып, қазақтар олардың еңбектерімен танысты. Бұрын Кремль оларды қарабеттер деп сипаттап, жапон тыңшылары, сатқындар деп айыптап, қазақтарды өз тұлғаларына қарсы айдап салып отырған еді. Нақтырақ айтсақ, 1988 жылдың 4 қарашасында жоғарғы соттың қылмысты істер жөніндегі алқа мәжілісінде кеңес өкіметін қарулы көтеріліс арқылы құлату мақсатында ұйымдасқан алашорда қайраткерлерінің контрреволюциялық, террористік астыртын құпия ұйымын әшкерелеу ісіне қатысты сот үкімі қайта қаралды. Нәтижесінде қазақ тарихшыларының араласуымен барлық алаш ардақтылары ақталып, оларды өскелең ұрпаққа насихаттай бастады. Қазіргі мектептегі қазақ әдебиетінде жүзі жарқырап тұрған тұлғаларымыз сол 88 жылғы Михаил Сергеевичтің жарлығының арқасында көпшілік назарына шыққан еді. Менің түсінігімше, алаш қайраткерлерін ақтау олардың әруақтарын қорлау. Өйткені біріншіден, олар халқының алдында да, Алланың алдында да ақ болатын. Қалың елі қазағының жадында олар әрқашанда сүттен ақ, судан таза болып сақталып келді. Оларды уақыт пен тарихтың өзі ақтады.
Екіншіден, алаш қайраткерлерін жаппай қырған кеңес өкіметінің өзі де, оның белшесінен қан кешіп құрған мемлекеті де Құдай ұрып тамұққа кетті. Алаш қайраткерлерін ақтау, кеңестік зұлым империяның құрдымға кетер алдындағы жан тәсілімі, өзін-өзі ақтамақ болғаны еді. Ақыр аяғында істеген қара істерін мойнымен көтере алмай қирап құрды дейді тарихшы ғалым Сұлтанхан Аққұлұлы. Алаш арыстарының қазаққа жасаған жақсылығы мол. Мысалы, Ахмет Байтұрсынов қазақтың тұңғыш әліппесін жасап, қазақ балаларының сауатын ашты. Совет үкіметі қазақ жастарының сауатты болып өскенін қаламай, Ахмет Байтұрсыновты түрмеге қамап әбден азаптады. Егер сол кезде Совет үкіметі алаш ардақтыларын қырып тастамағанда, қазақ халқының саны 80 миллионға жетіп, Жапония, Оңтүстік Корея секілді ғылым білімі дамыған мемлекетке айналар еді. Себебі 30-шы жылдары қазақтардың ішінде білімді жастар өте көп еді. Бірақ Сталин оларды өлтіріп тастап, қазақтарды тек мал бағып, зауыттарда қарапайым жұмысшы болып істеу керек деп есептеді. Біз әлі күнге дейін соның зардабын көріп келеміз. Әлі де біздің санымыз аз, білімді жастарымыз өспей жатыр. Міржақып Дулатов қазақтардың белсенді болып, өз ойларын бұғып қалмай ашық айтуын қалады. Сөйтіп ол оян қазақ деп өлең жазды. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Жер кетті, дін нашарлап, хал арам боп, қарағым, енді жату жарамасты деп жырлады. Себебі сол кездері шынымен де Совет үкіметі қазақтың жерін тартып алып, дінін жойып, шошқа етімен тамақтандырып, арақ ішкізіп, қазақты тірідей өлтірмекке әрекеттенді. Қазақтарға өздерінің ақын жазушыларын оқытып, бізді ұлттық руханияттан ажыратып тастамақ болды. Өзге ұлттың мәдениетімен өскен адам мәңгүрт болады. Мұндай мәңгүрттер әлі күнге дейін елімізде көп. Сол уақытта Совет үкіметі тіпті қазақты қазаққа айдап салды. Бұл туралы Ахмет Байтұрсынов былай жырлайды. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асқаны, атқаны. Маған қиын осылардың бірінен, өз ауылыңның иттері үріп қапқаны. Яғни 30-шы жылдары Ахмет Байтұрсыновты үкіметке өзіміздің шолақ белсенді қазақтар ұстап берген. Біздің билікте әлі күнге дейін сол шолақ белсенділердің ұрпақтары отыр. Олар қазаққа қарсы жұмыс істеп, бар байлығымызды өзге мемлекетке сатып, өзге елдің тілінде сайрап отыр. Михаил Сергеевичтің президент болуымен көптеген ұлттық мерекелер қайта өзімізге оралды. Соның бірі Наурыз мейрамы. Бұрын Сталиннің тұсында қазақтарға ұлттық мейрамдарын ислам дінінің қалдығы деп тойлауға тыйым салынған еді. Содан қазақтар амалсыздан орыстың мейрамын тойлап, Лениннің туған күнінде сенбілікке шығып жүрді. Михаил Сергеевич билікке кеп, өзге ұлттарға еркіндік берген кезде, ғалымдар, зиялы қауымдар өз мейрамдарын ұлықтауға рұқсат сұрап, президент, министрлерге хат жаза бастады. Қазақ халқынан даңқты ақын Мұхтар Шаханов алғаш болып мейрамды қайтаруға жүгіреді. Ол Қазақстанның президенті Колбинге былай дейді. 86 жылғы желтоқсан оқиғасы орыс пен қазақ ұлттарының арасына сына боп енді. Сөздің ашығы керек, қазір қазақ халқы сізге де жылан көргендей шошына, жиырыла қарайды. Егер сіз Наурыз мерекесін тойлауға мүмкіндік алып берсеңіз, бүкіл қазақ қауымы сізге өзгеше көңілмен, өзгеше ниетпен бұрылатын болады. Бұл сөзге Колбиннің көзі жайнап кетіп, ендеше Наурызды тойлатайық. Мен қайткен күнде де Советтер одағының басшысы Михаил Сергеевичті бұған көндіремін деді. Сонымен 88 жылы Наурыз тойы, кеңестер одағы тыйым салған 62 жылдық үзілістен соң, тұңғыш рет Алматының орталық саябағында 100 мыңнан астам адамның қатысуымен тойланды. Әрине бұған Мұхтар Шахановтың сіңірген еңбегі өте зор. Егер Шаханов болмағанда Наурызды ресми тойлау қатты кешігетін еді. Бірақ Михаил Сергеевич Шахановқа қатты ашуланған бір оқиға болды. Кезінде желтоқсан жайын айттым. Горбачевты алдадым. Арал мәселесін айтамын деп мінберде желтоқсан туралы айттым. Желтоқсан оқиғасы оның жанды жері еді. Мені Горбачев өлтірмекші болған. Мен бірнеше рет өлімнен қалдым. Қазақ тілін мемлекеттік тіл етейік дегенде мен. Кейінде басшылар ізіме түсті. Себебі мен туфли жаламаймын. Туфли жалағыштар туралы ашық айтамын. Оның басшыларға ұнамайды. Бірде көлігімді апатқа түсіріп, мені өлтірмек болғандар болды. Тіпті ауруханада есімнен танып жатсам, өлі адамдардың қатарына жатқызып қойыпты.
Мен бірнеше рет өлімнен қалған адамын дейді ақын. Сондықтан да қазақ халқының ұлттық құндылығы үшін аянбай күрескен Мұхтар Шахановты қалай құрметтесек те жарасады. Қазақ жеріне әбден ядролық бомба тастап, жарамсыз еткен Совет одағының жауыздығына Михаил Сергеевичтің кезінде нүкте қойылды. Семей мен Ақтөбе, Қарағанды мен Қызылорда жақтарда Совет одағы көптеген тәжірибелер жүргізіп, экологиялық апат аймағына айналдырды. Мысалы, Қызылордадан ғарышқа ракеталар ұшқан сайын озон қабаты тесіліп, Қызылордаға зиянды сәулелер түсіп, аймақ қатты ысып кетті. Қазақ жерінде жыл сайын орасан зор көлемде бомбалар жарылып, тұрғындардың тынышын әбден алған еді. Ақыры 1991 жылы қазақ зиялыларының ықпалымен Михаил Сергеевичке Қазақстандағы осы мәселелер жетеді. Сосын президент Семей полигонында сынақ өткізуге тыйым салу туралы заңды қабылдайды. Полигонды жабуда Олжас Сүлейменов көшбасшы болған Невада, Семей қоғамдық антиядролық қозғалысы үлкен рөл атқарды. Олжас Сүлейменов орыс тілді азамат болса да, қазақ халқы үшін көптеген ерлікке тән істер жасап, ұлт үшін күрескен еді. Михаил Сергеевич билігінің соңғы жылдары қазақтарға жағдай жасай бастады. Мысалы, бұрын ғарышқа тек славян ұлттары ұшатын еді. Михаил Сергеевич алғаш рет 91 жылы ғарышқа қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіровтің ұшуына өз рұқсатын берді. Ол бұл қадамдарға тарихта жақсы атпен қалу үшін жасады. Михаил Сергеевичтің ең үлкен жақсылығы Қызыл империяның құрамындағы 15 республиканың бәріне тәуелсіздік беруі еді. Ол өте әлсіз президент болды. Горбачевтың момындығын пайдаланған басқа елдің президенттері оны тыңдамай кетті. Әсіресе Ресейдің басшысы Ельцин Горбачевты адам деп менсінбеді. Ылғи оның кабинетіне барып айқайлап кететін. Бұл туралы сол кездегі Қазақстанның басшысы Назарбаев былай дейді: Мен олардың текетіресіне куә болдым. Бас хатшының кабинетінде отыр едім, Ельцин кіріп келді. Олар қатты айқайласып сөйлесе бастады. Ыңғайсыз болды. Ельцин мен сенің орныңа отырамын деді. Мен орнымнан тұрып, шығып кетпек болдым. Горбачев отыр деді. Сосын ол мен президент болып тұрғанда ма деді. Ельцин иә деді. Яғни Ельцин Горбачевтың орнына отырғысы келді. Ал Горбачев оны тиіп тастай алмады. Ақыры соңында Ельцин 91 жылы өзі бастап Белоруссия мен Украинаның президенттерін жинап, Белабеш келісімін жасап, Совет одағының құрамынан шығатын болды. Одан кейін одақтың берекесі кетіп, ақыры құлап тынды. Егер сол кезде Михаил Сергеевич өте мықты басшы болғанда, ол Ельцинді тырп еткізбей ұстар еді. Нәтижесінде Совет одағы құламай тұрар еді. Дегенмен Қазақстан Совет одағының құрамынан ең соңында шығады. Сол себепті басқа мемлекеттер тәуелсіздік күнін жазда тойласа, Қазақстан жыл соңында 16 желтоқсанда тойлайды. Кейбір деректерде Назарбаев Совет одағының тарқағанын қаламаған дейді. Михаил Сергеевич КСРОны басқарып тұрғанда үлкен қателікке жол берді. Ол 86 жылы Қазақстанда Қонаевты орнынан алып тастады. Шынымен де жасы келген Қонаевты құрметпен зейнетке шығарса ешкім ештеңе демес еді. Халықтың ашуына тигені Қонаевты орнынан абыройсыз жұлып алып, Қазақстанға сырттан өзге ұлттың өкілін президент қылып әкелуі еді. Қазақ халқы Қазақстанның басшысы қазақ ұлтынан болғанын қалады. Осылайша Алматыда қазақ жастары бұған наразылық танытып алаңға шықты. Оларды басып жаншуға күшті құрылымдар жұмылдырылды. Осының салдарынан 17-18 желтоқсан күндері қайғылы оқиғалар кезінде 150-ден астам адам қайтыс болды. Әскери қызметшілер жастарды күректермен ұрды. Адамдарға суық су құйып, оларды қаланың шетіне тастап кеткен. Яғни желтоқсан оқиғасын қатаң түрде басып тастады. Содан бері қазақ халқы Михаил Сергеевичті жақтырмады. Тіпті оны Ресейде жақтырмайды екен. Бірақ олар Михаил Сергеевичті Совет одағын сақтап қала алмағанына ашулы. Путин Совет одағының ыдырауын үлкен геосаяси апат деп бағалады. Ал тарихшы Валерий Скурлатов бас хатшыны сатқынға теңеді. Ол коммунистік жобаны күйретіп тынды, жүйенің соңынан ерген халықтың сеніміне селкеу түсірді. Ол барып тұрған сатқын. Қазіргі халықаралық қатынастардың ушығып отырғаны Горбачевтық саясаттың салдары.
Алдағы 10, 20, 50 жылда Ресейді не күтіп тұрғаны белгісіз. Сырттан да іштен де қауіп көп. Себебі Горбачевтың жолын жалғастырып жүргендер әлі де бар. Дәл осындайлардың кесірінен Ресей 91 жылы желтоқсанда құлап тынған КСРО-ның тағдырын кешуі мүмкін деп қорқамын дейді. Себебі ол ақш пен КСРО-ның арасындағы қырғи қабақ соғысқа нүкте қойды. КСРО-ға пепси, пицца секілді ақштың өнімдерін кіргізіп, мемлекеттегі цензураны жойды. Ақыры соңында КСРО құлап тынды. Сіздің ойыңыз қандай, құрметті көрермендер? Горбачев жақсы адам болды ма, әлде жаман ба? Комментарийге жаза кетіңіздер.